2016 жылы Қазақстанда ірі қара мал етінің экспорттық потенциалы жылына 60 мың тоннадан астам болуға тиісті болатын. Алайда қазір 2016 жыл экспорттаушылар ол нәтижеге әлі де жеткен жоқ. Мемлекеттік бағдарламаны орындауда не себепті кешігулер болып жатқанын бүгінгі бағдарламада білетін боламыз. Шын мәнісінде Қазақстанның етті экспорттау әлеуеті жоғары. Қазірдің өзінде Ресей елі Латын Америка елдерінен жыл сайын 700 мың тонна сиыр етін импорттайды. Тағы бір көршіміз Қытай импортталған миллион тонна қара мал етін тұтынады. 2014 жылы Қазақстаннан Ресейге 12 мың тонна сиыр еті экспортталса, 2015 жылы 16 мың тонна, ал 2016 жылдың жартысына дейін жоспарланған 26 мың тоннаның 3200 тоннасы ғана экспортталған. Негізгі экспорт үстіміздегі жылдың күз мезгіліне жоспарланған. Базарлар мен дүкендердің сөрелерінде тұрған еттердің барлығы дерлік қазақстандық. Ол өнімнің көпшілік бөлігін қосалқы шаруашылықтар жеткізеді. Алайда экспорт үшін бұл жеткіліксіз. У нас нету четкой... Біз базарлардағы қарапайым еттерді ала салып, оны қаптап, Ресейге сата саламыз дегеніміз дұрыс емес. Керісінше пайда келетіндей сапалы, қымбат ет сатуымыз қажет. Ол жақта ондай ет ешкімге керек емес. Ол жақта ондай еттер толып жатыр. Таза органикалық табиғи астықпен бордақыланған ет апаруымыз қажет. Сонда ғана тиімді болады. Инфрақұрылым нөлден бастап жасалынды. Себебі бұрын бағдарлама іске қосылғанға дейін малдың сүтті тауарлы фермаларының жарамсыз деп танылған еттері сатылымға жіберілетін. Содан бері сапалы етті ірі қара мал басы айтарлықтай арта түсті. Бағдарламаны орындау барысында 272 бордақылау алаңдары соғылды. 65 мыңға жуық асыл тұқымды мал әкелінген. Сыбаға бағдарламасы бойынша 277 мың төлдейтін мал сатылып алынған. Бағдарлама 2011 жылы жарияланған, алайда заңнамалық норма, субсидиялау ережелері 2012 жылдың аяғында ғана күшіне енді. Осы жағдай жоспарланған сиыр еті экспортының 60 мың тоннаға жетпеу себептерінің бірі болып отыр. Одан бөлек 2011 жылы ірі қара мал басын сәйкестендіру жұмысы нәтижесінде Қазақстандағы 500 мың төлдейтін малдың тек қағаз жүзінде екендігі анықталған. Фермерлер өз кезегінде мал дәрігерлік бақылауды жетілдіру қажет деп есептейді. Біз дүние жүзіндегі етті экспорттаушы елдерден тәжірибе қабылдауымыз қажет. Ал ол дегеніңіз барлық процестерді автоматтандыру, бірыңғай ақпарат базасын жаппай сәйкестендіру. Ал біздің қазір шығарып жатқан әр ай сайын ілініп құлап тұратын биркалармен мүмкін емес. Біз бұл сұрақтар бойынша бақылауды күшейту керек екендігін айтамыз. Қазақстандық фермерлер биыл көршілес Қытай еліне 50 мың тонна сиыр етін өткізуге келіскен. Қазақстандағы ең ірі жобалардың бірі Казбиф былтырғы жылы өз өнімдерінің 30%-ын Ресейге экспорттау арқылы 80 миллион рубль пайда тапқан. Қазір де өздеріне жаңа нарықтар ашуда. Нам бы очень хотелось, чтобы такие... Әзірге біздің компания экспорт бағытында Ресей Федерациясымен жұмыс жасауда. Біз тағы да зерттеп жатырмыз. 2 рет Қытайда болып қайттық. Төлем төлеуге қабілетті ел және қазақстандық өнімдерге қызығушылықтары бар екендігін қытайлық серіктестерден бірнеше рет естідім. Біздің өнімдер ол жақта органикалық, экологиялық таза деп ассоциацияланады. Бірінші шілдеге дейінгі мәлімет бойынша сиыр етінің 3200 тоннасы ғана экспортталған, ал бұл жалпы жоспардың 11% ғана. Қазіргі таңда экспорт белгілі себептерге байланысты уақытша тоқтатылып тұр. Алайда Ауыл шаруашылық министрлігі бұл сұрақ жақын арада шешіледі деп уәде беруде. Қазіргі таңда жасалған жұмыстардың нәтижесі туралы толық ақпарат Ресей Федерациясына таныстырылып, сүйексіз етпен қайта өңделген өнімге шектеуді алып тастау жөнінде алдын ала келісімге қол жеткізілген. Негізгі нарық бұл жерде әрине ол Ресей Федерациясы. Сонымен қатар қазіргі уақытта министрлік тарапынан экспорттық нарықтарды кеңейту бойынша жұмыстар қолға алынған. Ол негізінен Қытай нарығы, себебі Қытай нарығы жылына миллион тоннадан астам сиыр етін импорттайды. 2011 жылдан бастап Қазақстанға 65 мыңнан астам асыл тұқымды ірі қара мал кіргізілген. Кең территориямыздағы жайылым жерлер, егістік алқаптары олардың барлығына жеткілікті. Енді өндіріс көлемі мен экспорт мәселесін шешу ғана қалып отыр. Ал қазақстандық еттердің өткізу нарығы біз білгендей аз емес.